Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәні бойынша 1-90 тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Византиядағы шағын қаланың Константинополь аталған жылы. Д варианты 330 жыл. Екінші тапсырма: натуралды шаруашылықтың кезінде А нұсқасы ештеңе сатылмады және сатып алынбады. Келесі үшінші тапсырма: Батыс Еуропа қалаларының пайда болуы мен өсу уақыты. С нұсқасы 10 мен 11 ғасырлар аралығында. Төртінші тапсырма: берілген сұрақтарға жауап беріңіз дейді. 10 ғасырдағы тарихи дерек көздерінен алынған жазбада Вилли есімді шаруаның феодал қожайынынан алған жер үлесі болғаны айтылады. Бұл үшін Вилли аптасына 3 рет дайын отынды тасу, айына 7 рет қой бағу, қожайынның жерін өңдеу, шөп шабу иелігінде жұмыс істеуге міндетті болды. А нұсқасы: Виллидің қожайын алдындағы міндеті қалай аталады? Баршина деп аталады ол. Бұл тапсырмасы: неліктен ол барлық жұмысты жасауға тиіс болды? Шаруаның бағыныштылығы, жер үлесі өзінікі еместігін. С тапсырмасы: феодалдық құрылыстың негізгі белгілерін атаңыз. Жердің негізгі табыс пен байлық көзі болуы. Бесінші тапсырма: вассал мен сеньордың міндеттерін анықтаңыз дейді. Сеньордың міндеттері: В. Қызметі үшін жер телімдерін беру, және Д. Қолдау мен қорғауды қамтамасыз етеді. Вассалдың міндеті: А. Өз қожайынына адал болу, және С. Ол үлкен ұлын рыцарь ретінде тағайындау уақытында ақшалай көмек көрсетеді дейді. Алтыншы тапсырма: ақиқат немесе жалған ақпараттарды анықтаңыз дейді. Әлемге әйгілі Альгамбра Иерусалим қаласындағы әмірдің сарайы. Жалған. Ғылым үшін жолға шыққан адамның алдынан жұмақтың есігі ашылады деген мақал арқылы арабтарда географияның маңызды орында болғандығын көреміз. Бұл ақиқат. Араб тілін шығыстың латыны деп атаған ақиқат. Бағдат қаласында даналық үйінің негізі қаланған, ол ескі қаруларды сақтау үшін тұрғызылған. Жалған бұл. Мың бір түн бұл араб ертегілерінің жиынтығы болып табылады. Бұл топтамада көптеген халықтың аңыздары мен әңгімелері жинақталған. Ақиқат. Араб математиктерінің, дәрігерлерінің және астрономдарының еңбектері орта ғасырлық Еуропа ғалымдары үшін нұсқаулық қызметін атқарды. Ақиқат бұл. Келесі бесінші тапсырма: шығыс философтарының нақыл сөздерін анықтап кестені толтырыңыз дейді. Философтар Аль-Бируни дейді. Оныкі Б нұсқасы: нығметтің қадірі ол жоғалғанда білінеді. Ибн Сина А. Қимыл көп деген дәрінің орын басу мүмкін, бірақ бірде-бір дәрі қимылдың орнын баса алмайды. Аль-Хорезми Д. Білім сарқырама секілді, ол тоқтаса жерге сіңіп жоқ болады. Аль-Фараби С. Арождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіне, ізгі іс әрекетіне байланысты. Осымен оқушылар тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.